أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله طاهرين وصحابته أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті жамағат, біз сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Имам Ғазали рахималлах кітабынан. Енді уақыттың тағамның уақыты мөлшері қалай? Уақытта. Яғни күнде қанша жейміз? Төрт дәреже бар дейді мұнда. Біз күнінде 3 рет тамақ жейміз. 3 рет. Ол ең азы. Былай айтқанда, қалаған уақытты жей береміз. Нәпсіміз не қаласа, соны орындаймыз. Бізде ешқандай уақыт жоқ. Тағамға арнайы белгіленген уақыт жоқ. Бұл ең қауіпті жағдай нәрсе. Өзінің нәпсін басқара алмаған кісі бұл дүниенің рахатынан, нәпсі бұл дүниенің рахатын қалайды. Бұл дүниенің рахатынан бас тарта алмаса, рас ертең ақыретте бір жетістікке жетем деген ой, бұл жай ғана арман болып қалады. Жай ғана ой. Ең үлкен дәреже былай екен. Енді бұл сыншылардың дәрежесі дейді. Бұлай жасауға өте қиын. Олар 3 күн бойы жемейді дейді. 3 күн бойы жемейді. Ондай кісілер болған, шыншылдар, әулие ғалымдар болған, нәпсін тәрбиелеген. Мысалы, Абу Бәкір радиаллаху анху 6 күн бойы аш жүрген дейді. Абдулла ибн Зубайр радиаллаху анху 7 күн бойы аш жүрген дейді. Сондай ғалымдар болған. Ибрахим ибн Адхам 3 күн бойы, 3 күн аш жүрген, 3 күн жеген деген. Яғни, солай өз-өзін тәрбиелеген. Бұл ең биік дәреже расында. Ондай дәрежеге біздің қазіргі заманда, қазір фитна уақытта жету қиын өте. Шариғатымызда бұл нәрсеге бұйырмайды. Бұл арнайы Алланың сүйген құлдарына байланысты жағдайлар ғой енді. Екінші дәреже 2 күн аш жүреді. 2 күн. Енді бұл рас бұны орындауға болады. Әдеттен тыс жағдай емес та бұл. Жасауға болады. Бұл мүмкін. Бірақ күресу керек нәпсімен. Оңай емес. Үшінші дәреже, міне біз осы жайында өтейік. Бір күнде 1 рет тамақтану. Бұл ең азы. Түсінді ма? Бір күнде 1 рет тамақтану. Бір күнде 2 рет тамақтану, немесе 3 рет тамақтану, бұл исраф дейді. Имам Ғазали рахималлах.
Не үшін? Өйткені бір күні 2 рет тамақтансаң дейді, адам әрдайым қарны тоқ болады дейді. Әрдайым тоқ болып жүру да бұл жақсы нәрсе емес екен. Әрдайым тоқ боласың, сен нәпсін қалай басқарасың? Адам аштықты сезіну керек. Кейде аш болу керек, кейде тоқ болу керек. Аш болған уақытта нәпсін басқарасын, өзінің әлсіз екенін сезінесің. Өзінің әлсіз екенін сезінсең, Алла Тағаланың қаһарын, ұлы құдіретін сезінуге болады, бауырлар. Сол үшін күнде 1 рет дейді тамақтану. Бұл қараңыздар, мына осы сүннетке жақын дейді. Осы сүннет қой осы. Ал енді күнде 2 рет 3 рет тамақтану дейді. Бұл сүннеттен алыс дейді. Бұл сүннеттен алыс. Бұл байлардың ісі дейді. Абу Саид Аль-Худри радиаллаху анху жететін хадисте былай дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Кана ида тағадда лам ятағашша дейді. Қараңыздар. Егер таң түскі асты жейтін болса, таң асты жейтін болса, кешкі ас жемеген дейді. Ва ида таашша лам ятағадда. Егер де кешкі асты жейтін болса, таңғы асты жемеген дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Айша анамызға радиаллаху анха былай айтқан екен. Ияки уассараф. Исраптан сақтан. Фа инна аклатайни фи яуми минас сараф. Күнде 2 рет тамақтану ол исраф дейді. Ва аклатан вахидатан фи кулли яумайни ихтарун. 2 күнде 1 рет тамақтану ол аз дейді. Аз да. Ва аклатан фи кулли яумин ва қавамун байна залика. Енді қараңдар. Бір күнде 1 рет тамақтану осы мақталған нәрсе дейді. Осы мақталған. Осы ортаңғысы. Хайру умури аусатуха деген осы. Ең жақсы іс ортаңғысы. Қалған күндер не істейсің? Құлшылыққа жұмсайсың. Күш қуатты құлшылыққа жұмсау керек. Ғибадатқа, жұмысқа, іске. Ал біз өкінішке орай күш қуатты тамақты қорытуға жұмсаймыз. Түсінесіздер ме? Біздің айырмашылығымыз сол. Жейміз, жеген нәрсені кетіру үшін. Біз тамақ бізге емес, біз тамаққа қызмет қыламыз. Негізінде құралғы ол, тағам құрал. Ол бізге қызмет қылу керек негізінде. Біз өкінішке орай жейміз да, оны қорытамыз, кейін жүреміз, қорыталмай жүреміз. Құрал мақсат етілген нәрсеге айналса, бұл бұзылады, жүйе бұзылады. Сол үшін адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, өзі тік жүре алатындай мөлшерін жесе, жеткілікті болды. Бүкіл істіңді сен істейтін боласың. Және күнә істерден сақтайды. Адам аш жүретін болса, аштықты сезінетін болса, күнә істерден сақтайды. Көзінен сақталу оңай болады. Әртүрлі жаман ойлардан, харам нәрседен естуден, сақтайды расында. Көп сөзден, боғау сөзден, өйткені ой тынық болады. Сен мақсатың болады. Сенің мақсатың не? Құлшылық, ғибадат, немесе жұмыс. Бірге араласып қой барлығы. Енді имам Ғазали рахмеулла айтады. Кімде-кім күнде 1 рет тамақ жейтін болса,
онда мынау сәресі уақытты жеген абзалдырақ дейді да. Бұл деңгей, енді үлкен жоғары деңгейді айтады. Сәресін уақытта жеген абзалдырақ дейді. Не үшін десе, өйткені ол тағамды тағажүттен кейін оқиды дейді. Тағамды тағажүттен кейін жейді. Дұрыс па? Және күндіз аш жүреді, күндіз ораза болады дейді. Кейін шам кірген су ішеді ғой енді. Кейін аш ұйықтайды дейді. Кейін тағажүтпен аш күйінде тағажүт оқиды. Кейін сәресін не істейді? Тағы тағам жейді. Үлкен деңгейде, ол дәрежеде, бауырлар. Көрдіңіздер ме? Аш ұйықтаудың өзі не? Неге жәрдем болады? Тағажүт намаздан тұрған жәрдем болады. Дұрыс па? Біз не істейміз? Кешкі тамақты жейміз. Тағажүт жоқ, таң намазға тіреліп тұрамыз. 5 минут қалған кезде тұрасың, дәрет аласың, айтер. Кейде қаза қыласың, кейде оқисың. Сондай жағдай. Оның не үшін? Тойып ұйықтаймыз ғой біз. Ештеңе жоқ. Құран жоқ, қосылғы жоқ. Қараш, имам Ғазали рахмаллаху, егер күнде бір рет тамақ жейтін болсаң дейді, онда мұстахаб дейді сен үшін. Сәресі уақытта жейсің. Келесі сәресі тағы жейсің да. Ол кете береді. Енді бұл қиын. Енді былай деді. Бір күн ораза болсаң, бір күн ауыз ашық болса, оны былай жеуге болады дейді. Сәресі жейсің, кейін бесінге жеуге болады. Бесін намазға ше. Солай не? Адам өз-өзін тәрбиелейді. Немесе кімге күнде бір рет тамақ жеу қиын болса, сол тағам екеуге бөлуге болады дейді. Сол тағамды да. Сен бір рет жейтін тағамды екеуге бөлуге болады. Бірақ сол мөлшерін асырма. Сол мөлшерді асырма. Түсінді ма? Мысалы, 2 нан жейтін болсаң дейді. Бір жегенде ше. Оны біреу шам уақытына қой, біреу сәресін уақытына қой дейді. Түсінді ма? Мәселен ғой, мысал ретінде. Мұның осының дәрежелері бар екен, бауырлар. Одан кейін дәрежелер ол енді қашан адам яғни нәпсі қалайды соны жей береді. Түсінді ма? Ол болмайды ол. Ол болмайды. Енді тағам түрлері жайында өтсек болады. Тағам түрлері қалай? Бізде ең бай адамдардың тағам бар, орта адамдардың тағам бар, және одан да төмен кедей адамдардың тамағы бар. Имам Ғазали рахималлаху деді, бай адам тамағы дейді, ет пен тәтті нәрселер дейді. Ет пен нан. Ал орта адамдардың тағамы нан мен нанға жағып жейтін нәрселер. Түсінді ма? Нанға май жағып жейді деген. Орта. Ал одан да төмен адамдардың жағдайы дейді, құр нан дейді. Түсінді ма? Бізде өкінішке орай, бізде бәрі бар. Бірақ жоқ дейміз. Бар болса жоқ дейміз. Нан болса, май болса, оны тамаққа біз санамаймыз. Оны тамақ деп бұлай есепке алмаймыз. Түсінесіздер ме? А бұрынғы уақытта имам Ғазали рахималлах заманында ең байлы адамның тағамы ет пен нан дейді. Бізде альхамдулилля әр адамның үйінде ет пен нан бар. Енді ақыретті қалаған кісі дейді имам Ғазали. Ақыретті. Алла Тағаланың ризалығын қалаған, жәннатты қалаған кісі нанды құр
нанды жеген дұрыс те кейде ше. Нанға бір нәрсе араластырмай. Адам өз-өзін тәрбиелеу керек. Егер де адам көңілі, нәпсі қалаған нәрсе жей беретін болса, ол онда тәкаппарлық пайда болады дейді. Жүрегі де қатаяды. Және дүние тіршілігін жақсы көре бастайды дейді. Дүниені жақсы көре бастайды. Ал дүниені жақсы көретін болса, өлімді жеп көреді дейді. Алламен жолығуды жек көреді. Дүние ол үшін не болып қалады дейді? Жәннат болып қалады дейді. Дүние ол үшін. Ал өлім оған не болып қалады дейді? Түрме болады дейді. А негізі керісінше болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Ад-дуния сижнул муъмин, дұрыс па? Дүние муъмин түрмесі. О жәннатул кафир дейді. Және кәпірдің жәннаты дейді. Қашан біз көңіл қалайтын нәрсені, нәпс қалайтын нәрсені, сол нәрсе жей беретін болсақ дейді. Түсінесің ба? Дүние тіршілігін жақсы көріп қалады дейді. Дүниені. Ал сен дүниені жақсы көретін болсан, өлімді жеп көресің дейді. Алламен жолығуды жеп көресің дейді. Дүние сен үшін не болып қалады? Былай айтқанда жәннат болып қалады дейді. Өлім сен үшін не болып қалады? Түрме болып қалады дейді. Енді адам түрмеге түсуге қаламайды ғой. А бұндай жағдай болатын болса болды. Мұсылманда әлсірейді. Мұсылманда әлсіз болады. Қазір жағдай сондай ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Әр үмбеттің өзінің фитнасы бар. Менің үмбеттің фитнасы не? Дүниені жақсы көру. Хуббу дуния. Дүниені жақсы көру. Дүниені жақсы көргендіктен ақиқатты ешкім айта алмайды. Дүниені жақсы көрсек болды. Шариғаттың үкімдеріне қалмаймыз біз, шариғаттың үкімдеріне. Дүниені жақсы көрсек болды. Адам рияғор болады, жағымпаз болады. Ақыретін сатып жібереді дүние үшін. Дүниені жақсы көруіне бүкіл қателіктің негізі. Ал сен енді бұл дүниенің рахатынан, дұрыс, о халал, мубах нәрсе, дұрыс па? Мынау әртүрлі тағамдар жеу мубах. Бірақ та мубахты көбейтсен сен, мубахты білесіздер ғой. Шариғат ұсап берген нәрсе. Көбейте берсең, бұл дүниеден сен айырылуды қаламайсың. Ал мұсылман керісінше, бұл дүние мұсылмандағы түрме болу керек. Қалай түрме болады? Бұл уақытша, ертең сен шығасың, бостандыққа шығасың. Ол бостандық Алламен жолығасың. Алланың ризалығына, жәннатқа кіресің. Ол үшін бұл дүниені жеп көру керек. Бұл дүниені жеп көру үшін не істеу керек? Нәпсі қалаған нәрсені шектеу керек. Енді мына нәрсе ой келмесін де, дүниені жеп көру деген мәселе, бұл жалқалау, жалқаланып, жүре беру, ештеңе әрекетсіз, еңбексіз деген нәрсе түсініп қалмаңдар. Бұл қате пікір. Бұл еңбек ет, тірлігін жаса, бірақ не? Дүниең көп болса, мұқтаждарға бер, көмектес басқаларға. Бірақ өзіңді тәрбиеледі. Мен жеке өзің жайында айтып жатырмын. Түсінесіздер ме? Сол үшін мысалы қараңыздар, бір адам түрмеге түсетін болса, ол түрмеден шығуды қалайды. Әр уақыттарын санайды. Күнделікті. Не үшін шығуды қалайды? Өзінің отбасымен бірге болуды қалайды. Отбасымен бірге дүниеде рахатын көруді қалайды. Дәл солай мұъминне бұл дүние түрме секілді болу керек. Уақытша. Мәңгі рахат не? Ақыретте. Мәңгі рахат жәннатта.
Сол үшін бауырлар, бұл дүниенің егерде қалаған нәрсені істей беретін болсақ, бұл дүниеге махаббат қоятын болсақ, болды. Ақыреттегі үлестерін жету қиын болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Ширару уммати аллази ғузу би наим". Менің үмбетім ең жамандары дейді, нығметтерге бөленген дейді. Нығметтерге бөленгендер дейді. Яғни қалаған нәрсені жейді, қалаған нәрсені жасайды. Онабат алейхи аджизамухум, және денелері семірген дейді. Семіз адам, әбден нәпсін семірткен. Уайнама химматухум алвану таам, өйткені олардың бар уайымы дейді, әртүрлі тағамдарды жеу дейді. Уанвау либас, және әртүрлі киімдерді кию дейді. Уяташаддақуна фил калам, және сол дастархан басында отырып мақтан қылады дейді. Мақтанады, тәкаппарланады, мақтанады, дүниемен жарысады. Сондай үмбеттерім ең жаман үмбет дейді. Аллах субхану ва тағала Муса алейхи уассаламға былай айтқан екен: "Узкур аннака сакинул қабр". Ұмытпа, сен ертең қабірде боласың. Сенің тұрақты мекенің қабір деп. Фаинна залика ямнаука ан касири мин шахват. Мына, егер сен өлімді ұмытпайтын болсаң, қабірге кіретіндігін ұмытпайтын болсаң, түрлі шахваттардан тыйылуға саған жәрдем болады дейді. Жастырма. Бұрынғы ғалымдар түрлі тәтті тағамдарды, тыйылудан түрлі тағамдары болмаса, бұны бақыттың белгісі деп айтады. Енді түрлі тәтті тағамдар, әртүрлі көңілге ұнайтын нәрселер жеңіл келетін болса, олар бұны бақытсыздықтың белгісі деп санайтын дейді. Сынақты. Өткені Уахба ибн Мунаббих былай риуаят қылады: 4-ші аспанда 2 періште жоғалады дейді. Бізде бір-біріне айтады: "Қайдан келдің?" деп. Сол бір періште былай айтады: "Алланың лағнеті болсын, мынау яһудиге, бір яһуди дейді, кит жеуді қалады дейді да, кит. Мен соны оған китті алып бердім дейді да. Яғни жеңдет берді да, себептерінше кит алуға. Бір мұсылман дейді, құлшылық қылатын, дүниеден бет бұрған, зәйтун майды ішуді қалады дейді да. Екінші періште айтады: "Мен сол бағана зәйтун майын төгіп жіберуді бұйырылдым. Маған бұйырып келді, төгіп жібердім" дейді. Не үшін? Әлгі мұсылман соны қалады, бірақ оны төгіп жіберді. Қалаған нәрсесін орындамады. Тыйды да. Не үшін? Ертең Алла Тағаланың мәңгілік рахатын, жәннаттың рахатын көру үшін де. Бұл дүниенің рахатын көре берсең, бұл дүниеге махаббат қоясың. Айттым ғой. Бұл дүниені жақсы көре бастайсың. Бұл дүниені жақсы көретін болсаң, бітті шаруаң. Ақыретті ұмытасың. Ақыреттің сауабын саған керек болмайды. Сол үшін ескерту дейді имам Ғазали рахималла. Бұл дүниенің байлығы саған жеңіл келуі дейді, бұл жақсылықтың белгісі емес дейді. Бұл сынақ. Бұл қашан жақсылық болады? Егер оны Алла үшін жұмсасан. Түсінесіздер ме? Бұл құрал, дүниеде құрал. Оны пайдалану керек. Егер Алланың ризалығы үшін пайдалансан,
жақсы ол, нығмет ол. Егер де оны сен пайдалана алмасаң, дүниені мақсат етілген қылып алсаң, ол саған пайдасы жоқ. Ол фитна саған. Сол үшін Омар радиаллаху анху, қараңыздар, оған салқын бал қосылған су беріледі. Салқынды бал қосылған су. Сол алдын алып келген уақытта Омар радиаллаху анху айтады: бұның есебінен, салқын суын, балын есебінен мені ұзақ қылыңдар. Яғни мен ол есеп бере алмаймын, мен қорқамын дейді. Алланың алдында есеп беруден қорқамын дейді. Жай ғана суда, бал қосылған суда, соның есебінен қорыққан, содан бас тартқан Омар радиаллаху анху. Сөйтіп имам Ғазали рахмаулла айтады, бауырлар. Қарасыз, бұның бәрі мубах нәрсе ғой. Көңілге келетін нәрсенің бар ғой. Соны қайтару дейді. Сонымен күресу, нәпсімен күресу, түрлі ұнайтын нәрселерді ше Алла үшін тастау дейді. Одан артық құлшылық жоқ дейді. Одан артық құлшылық жоқ дейді. Нафи радиаллаху анхудан жететін бір әсәрді былай дейді. Омар радиаллаху анхума баласы Ибн Омар радиаллаху анхума бір күн ауырады екен. Ауырған уақытта бір балықты жеуді қалайды. Свежий балықты бар ғой. Ол үшін Медина қаласында балық іздейді. Мединада балық жоқ қой, білесіздер, көл жоқ, не жоқ, өзен жоқ, бар ма? Сол басқа қалаға барады қызметшілер. Басқа қалаға барып балықты сатып алады 1,5 дирхамға. Сол балықты отқа пісіріп, нанның үстіне қояды ғой, әдемілеп тұрып. Қойған уақытта сол есіктің қасында бір қайыршы сұрайды, қолындағы нәрсенше берші деп, Аллах үшін деп. Сонда Ибн Омар радиаллаху анхума оны байқап қояды, сөйтіп айтады қызметшісіне: балықты дейді, анау қайыршыға бер дейді. Сонда қызметші айтады: ей, мүминнің әмірі, Алла Тағала сіздің ісіңізді дұрыстасын. Сіз бұл тағамды бірнеше күн бойы қаладыңыз дейді ғой енді. Біз оны пәленше қаладан алып келдік дейді. Пәленше қаладан. Оны осындай ақша сатып алдық дейді. Балықты емес, балықтың құнын бере салайық дейді. Анаған. Балықтың құнын бере салайық дейді. Жоқ дейді Ибн Омар радиаллаху анху. Жоқ дейді. Мына балықты бер дейді. Сонда қызметші енді аяп кетеді ғой енді. Үлкен халифат, дұрыс па? Сибана қайыршысына сұрайды: сен балықтың орнына саған 1 дирхам берейін, соң разы болшы дейді. Балықтың орнына 1 дирхам берейін дейді. Жарайды. Жоқ жерде 1 дирхам жақсы ғой, дұрыс па? Ибн Омар радиаллаху анху барады, айтады: оған 1 дирхам бере салдым дейді. Балық сізге өзін жеңіз дейді. Сонда айтады: жоқ дейді. Мынау балықты соған бер дейді. Өйткені мен хадисті естігем дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисті естігем дейді. Айюма имрин иштаха шахватан, қандай бір мұсылман, бір кісі, бір нәпсі қаласа дейді бір нәрсеге ше. Кейін сол нәпсін, фарадда шахватаху, нәпсін қайтарса, және уасара биха аля нафсихи, басқаларға беретін болса, яғни басқалардың жағдайын артықты көретін болса, өзінен басқаларды артық көретін болса, түсінді ма? Ғафараллаху лаху, Алла Тағала оның күнәсін кешіреді дейді. Осы хадисті естіген едім дейді, мен есіме түсіп кетті дейді.
дұрыс, мен балықты жегім келді, бірақ та мен анау кісіге беремін, Алла менің күнәмді кешіреді дейді ағайындар. Түсініңіз ба? Алла Тағала бізді кешірсін ағайындар. Біз ойымызға келмейтін нәрселер айтады олар. Дұрыс па? Ойға келмейтін нәрселер ғой. Сол сияқты Омар радиаллаху анху ағайындар, қараңыз, өте тақуа болған. Язид ибн Аби Суфиян, Абу Суфиян баласын естиді ғой, түрлі тағам жеткенше, әртүрлі. Омар радиаллаху анху сол үшін уайымдайды. Сөйтіп оның қызметшісіне айтады: егер де оның кешкі асы болса, уақыты болса, мені шақыр дейді ғой. Омар радиаллаху анху барады, кешкі ас әзір дейді Язид. Кешкі асқа ет пен нан араластырған тамақ алып келеді. Бірге жейді Омар радиаллаху анху екеуі. Одан кейін отқа пісірілген нан алып келеді ғой. Отқа пісірген ет алып келеді. Отқа пісірген шаурма да, кебаб. Дұрыс па? Сөйтіп Язид оны жейді, Омар радиаллаху жемейді ғой. Ашуланады. Язид дейді, Алладан қорықсай дейді. Тағамнан кейін тағам жейсің ба дейді. Қазір еттік қой, тағы жейсің ба дейді. Аллаға серт дейді. Егер сен мынау сахабалардың пайғамбардың сүннетінен алыс жүретін болсаң дейді, сенің халқың саған бойынсынбайды дейді. Солай бір-біріне қатты насихат айтқан бауырлар. Ғалымдар енді қазір оқиғасын келтіреді. Соншалықты тақуа болғанша, соншалықты нәпсіден, жамандыққа шақыратын нәпсіден қатты қорыққан екен. Шынында олар Алламен шыншыл болды, Алла субхану ва тааля олармен де шыншыл болды. Бір оқиға айтады. Шахих ибн Ибрахим осы кісіден жетеді. Айтады: мен Ибрахим ибн Адахамды көрдім дейді. Меккеде көрдім. Меккенің бір базарының бірінде көрдім дейді. Ол уақытта пайғамбарымыз туылған мәуліт айы еді дейді. Сол көшеде отыр дейді Ибрахим ибн Адхам, жылап отыр, бірақ жылап отыр дейді. Сөйтіп мен оған жақындадым: не жылатты сіздер, сізге не болды дейді. Ибрахим ибн Адхам айтпайды. Тағы да сұрадым, айтпайды, жауап қайтармайды. Қайта сұрағаннан кейін айтады. Ибрахим ибн Адхам айтты: Шақиқ дейді, бауырым дейді, саған айтайын дейді, бірақ жасыр дейді, бұны жасырын болсын дейді, сыр болсын дейді арамызда. Жарайды дейді. Мен дейді, қараш, 30 жыл бойы секбәж деген тамақты қалаған едім дейді. 30 жыл болды. Балық аралас, ет, әртүрлі тамақтарда 30 жыл бойы бір тағамды қаладым дейді. Бірақ та Алла үшін мен оны тастадым. Оны харам етпейді ағайынды олар ше. Просто нәпсіне қарсы келуді қалады да. Алла үшін мен оны тыйылдым дейді. Жемен халал, бірақ не? Нәпсін тәрбиелеу мақсатта, бауырлар. Сөйтіп мен кеше ұйықтап кеттім дейді. Ұйықтадым. Түсімде бір жас жігітті көрдім дейді. Қолында ыдысы бар дейді. Сол ыдыста секбаж деген тағам бар дейді. Иіс шығып тұрды, әдемі тағам бар. Сөйтіп маған келді де сол кісі: Ибрахим, же дейді айтты. Мен айттым: мен бұл тағам жемеймін деп айттым. Алла үшін тастаған дейді. Алла Тағала сені мейірімнен бөлесін, же деп айтады. Жоқ, жемеймін дейді. Мен Хыдыр алейхиссалам дейді. Раббым осы тамақты берді дейді, арнайы саған. Саған жегізу үшін мені жіберді деп тұр ғой. Сонда Ибрахим ибн Адхам айтады:
Мен жылдар бойы бұл тағамақты қалаған едім, бірақ мені бұл тағам жей алмаймын дейді енді. Алла үшін тастадым дейді. Сөзді айтады Ибрахим, Хидр алейхиссалам. Я Ибрахим дейді. Мен періштеден естідім дейді. Кім пеші тарапынан бір нәрсе берілсе, оны алмаса, кейін іздейтін болса, сұрайтын болса, оған ештеңе берілмейді дейді. Сонда Ибрахим ибн Адхам олай болса жейін дейді. Алланың бұйрығы болса жейін дейді бұл тағамды. Сонда бір жас жігіт тағы келді дейді, аспаннан түсіп. Түсінде оның бәрі. Я Хидр, мынау Ибрахим ибн Адхамға сен тамақ жегіз деп айтады, бұйырады. Жегіз, қолмен аузына сал дейді тағамды. Сонда Хидр алейхиссалам былай айтқаны, маған тамақ берді дейді. Сөйтіп мен тойып алдым дейді. Ұйқыдан оянсам дейді. Қарным тоқ, әлгі тағамның дәмі тілімде қалып тұр дейді. Енді шынында жеген екен де ол ше. Сөйтіп жылап отырған екен ғой. Мысалы. Шақиқ бұны естіген уақытта ол да жылап жүреді. Я Ибрахим, сен Алламен шыншылсың дейді. Ибрахим ибн Адхам қолын сүйеді. Сөйтіп Алланың кеңшілігімен, ей Раббым, Ибрахим ибн Адхамның кеңшілігімен менің күнәмді кешірші дейді. Яғни бағанда уасила жасайды ағайындар. Міне олар шыншылдар, олар Алладан қорыққандар, нәпсін тәрбиелеген бауырлар. Онда иншалла ғалымдардың өмірбаяны көп. Рас біз естіген уақытта біз ойлаймыз, бұлар қатты кетті деп ше. Жоқ, олар қорықты. Неден қорықты? Нәпсіден. Мүмкін нәпсін айтқан істей берсін, мүмкін нәпсінің құлы болсын ше. Нәпсінің құлы болсан, болды. Нәпс сені басқарады. Сол үшін адам кейде аш жүру керек бауырлар. Кейде аш жүру керек. Не? Өз-өзін тәрбиелеу керек. Субханакаллахумма бихамдика ашһаду ан ла илаха илlalloh, астағфирука ва атубу илейк. Алла разы болсын.